Бүгінгі сабағымыз менің қауіпсіздігім. Сабағымыздың мақсаты тұрмыстық құралдарды пайдалану ережелерін графикалық түрде көрсету. Балалар, сабағымызды ынтымақтық тілекпенен бастайық. Амандасу үлкенге, тәрбиенің басы ғой. Ал қанекей бәріміз, сәлем дейік үлкенге. Иіліп сәлем береміз, біз әдепті баламыз. Бірінші топ, өлеңнің мазмұны не туралы айтылған? Электр қуаты бізге жылулық пен жарық береді, ол ешкімге құпия емес, бәрі біледі. Демек, электр тоғы жайында айтылған. Аса қажет өмірге халық үшін, пайдаланам күн сайын жарық үшін. Бұл не екен балалар? Электр тоғы. Қабырғада розетка тұрып көрдің бе? Ешқашан оған сен қолыңды тигізбе. Балалар, онда бүгінгі сабағымызда не жайында айтатын болған екенбіз? Мағынасын аштық па? Демек, электр тоғы жайында, электр жайында. Электр күші мейірімді күш пе, мейірімсіз күш пе? Егер электр күшін дұрыс қолдана білсең, ол мейірімді күш екен. Электр қуаты әлемдегі ең жақсы көмекші екен. Электр тоғы қауіпті әрі қорқынышты жау екен. Оны пайдаланып білмесек, бұл біздің жауымыз екен. Ал енді балалар, мына жерде менің суреттерін көріп тұрсыңдар. Электр қуатымен жұмыс істейтін тұрмыстық құралдарды көріп тұрсыңдар. Мысал үшін, мұздатқыш электр тоғымен жұмыс істейді, теледидар. Ал балалар, біздер электр құралдарымен байланысты болатын қауіптер тек қана сыртта жүргенде, көшеде болмайды. Ондай қауіптер үйде де, пәтерде де болуы мүмкін екен. Біз розетканы ұстаған кезде электр құралдарымен байланысты болатын қауіптер тек қана сыртта жүргенде бола ма екен? Жоқ, көшеде болмайды. Ондай қауіптер үйде де, пәтерде де болуы мүмкін екен. Мысалға, бірінші суретте розеткаға біз ата-ананың рұқсатсыз пайдаланбауымыз керек. Ал ысытқыш шайнектерді де пайдалануға болмайды. Әзіргі уақытта сендердің жас кезімізде осындай уақыттары біз үтікті де қолдануға болмайды. Бұны әрине үйде ата-анамыз өзі көйлектерімізге үтік басып береді екен. Бұлар болмайды деген белгіні білдіреді. Ал енді мына жерде және не болмайды? Электр жүйесін шамадан тыс көп қолдануға болмайды екен. Екінші, электр құралын тоққа қосулы күйінде қалдыруға болмайды. Электр құралы өз еркіңмен жөндеуге болмайды екен балалар. Электр құралдарын қолданудың ережелерін оқыңдар. Қандай есте сақтау ережесі бар екен? Бұл белгіні көргенде электр желісінің бағандарынан, электр торабының есіктерінен көруге болады. Оның мағынасы электр тоғының соғу қауіптілігі деген мағынаны білдіреді. Бұл белгі тұрған жерге жақын замандар балалар. Құралдарын қолданудың ережелерін оқып есімізге сақтап көрейікші. Мына белгіні көргенде балалар, бұл белгі электр желісінің бағандарында, электр торабының есіктерінен көруге болады. Оның мағынасы электр тоғының соғу қауіптілігі. Бұл белгі тұрған жерге жақындауға болмайды екен балалар. Оқулықтағы белгілерге қарап көрейікші. Электр
құралдарын қолданудың ережелерін құрастырасыңдар. Демек, балалар, мына белгілерді есіңізде сақтап қалыңдар. Қай жерде болмайды? Егер электр тоғы үзіліп жатқан жерде біз оны қолымызбен барып ұстауға болмайды екен. Және де розетканы ретсіз пайдалануға болмайды. Шеңбердің ішінде электр құралдарын қолдануды қатысты графикалық белгілердің суретін мұқият қарап алыңдар. Және осыны салып аласыңдар өздері. Бірінші белгі қолмен ұстама, лазерлік сәуле бар, 220 волттық тоқ деген белгіні білдіреді. Электр тоғы бар деген, адамға жүруге қауіпті деген мына белгілер жадыңызда қала ма, балалар? Жарайсыңдар. Демек, мына жерде дұрыс бұрыс жауабын айтасыңдар. Электр жүйесін шамадан тыс қолдануға болмайды. Дұрыс па? Дұрыс. Электр құралын тоққа қосылу күйінде қалдыруға болмайды. Дұрыс па? Дұрыс. Электр құралын өз еркіңмен жөндеуге болмайды. Демек, бұның бәрі болмайды екен. Дұрыс, пікір. Демек, балалар, бүгінгі сабағымызда не туралы білдік? Электр тоғы туралы білдік, электр аспаптарын пайдалану ережесін білдік, және электр аспаптары туралы ережені графикалық бейнелері жадымызда сақтап қалдық. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, дұрыс немесе бұрыс жауаптарды таңдап көрейікші қане. Бірінші кестеде не берілген? Оқып, электр жүйесі шамадан тыс қолдануға болмайды. Не қылдайды? Электр жүйесі шамадан тыс қолдануға болмайды. Бұл дұрыс пікір екен. Электр құралы тоққа қосулы күйінде қалдыруға болады деп, бұл бұрыс пікір екен. Электр құралы тоққа қосулы күйінде қалдыруға болады деген бұрыс пікір. Бұл болмайды, бұрыс пікір. Электр құралын өз еркіңмен жөндеуге болмайды. Демек, бұл қандай пікір екен, Мұхаммеджан? Дұрыс пікірге жатады екен. Ал балалар, сендер өз еркіңнен үйде де осындай электр тоғына байланысты ертегі құрастырып көріңдер. Жарай ма? Бұл жерде кейіпкерді өзің досыңды аласың, және осы бүгінгі сабақта өтілген мәтіннің жүйесі бойынша ертегі құрастырып көріңдер.